Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Onur kıtası. Selam. Dur. Dikkat. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Değerli adaylarımız. İyi misiniz? Doğum adaylarımız. Қазан айының 26-сы Түркия Республикасының Анкара қаласына Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов келді. Режеп Тайып Ердоған Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов пен президенттік кешендегі жеке және делегациялармен кездесуінен кейін ортақ баспасөз маслихатын өткізді. Ердоған Бердімұхамедов пен оның делегациясын Түркияда көруге қуанышты екенін білдіріп, бұл сапар құрметті бауырымның Түркияға мемлекет басшысы ретінде бірінші сапары болғандықтан ерекше маңызды деп атап өтті. Екі ел арасындағы қарым-қатынастарымыз ортақ тарих, тіл, дін және ділге негізделген өзара құрмет, ынтымақтастықпен құрылған деді. Ол ортақ мүдделеріміз күннен күнге нығайып келеді. Бүгінгі кездесулерімізде біз қарым-қатынастарымыздың барлық аспектілерін бағалап, ары қарайда ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқыладық, деді Режеп Тайып Ердоған. Режеп Тайып Ердоған энергетика, көлік, сауда, ақпараттық технологиялар, қоршаған орта, метрология және климаттың өзгеруі, ауыл шаруашылығы, стандарттау, аккредитация, бұқаралық ақпарат құралдары, адам ресурстарын басқару, жастар және спорт, білім, мәдениет және мұрағат салаларында келісімдерге қол қойғандарын ерекше атап көрсетті. Тұрақты бейтараптық мәртебесі бар Түркменстан президенті мен Газа секторы алдында тұрған өзекті мәселелер жөнінде пікір алмастық, деді Режеп Тайып Ердоған. Өздеріңіз білетіндей, Түркменстан энергия ресурстары жөнінен өңіріміздегі және дүние жүзіндегі жетекші елдердің қатарында. Қазіргі жағдайда Түркменстанның табиғи газын Түркия арқылы әлемдік нарықтарға жеткізу бір бөлек әңгіме, ол стратегиялық мәнге ие, деді. Бұл тұрғыда Түркменстан Әзербайжанның екі жақты ынтымақтастық процестері де маңызды, деді. Рахмет айтты. Осындай ынтымақтастық тетіктерімен біз энергетикалық қауіпсіздікке үлес қосуды мақсат етіп отырмыз, деді Режеп Тайып Ердоған. Бұл орайда Каспий теңізі арқылы өтетін шығыс-батыс ортақ дәлізін дамыту бойынша өзара ынтымақтастық маңызды деп көрсетті. Біз өзара пікір алмастық, деді Режеп Тайып Ердоған. Кездесулер барысында Түркменстанмен көптеген мәселелерде көзқарастары ұқсас екенін айтқан Ердоған, әлемдегі және әсіресе аймағымызда болып жатқан оқиғалар Түркі мемлекеттері ұйымы қолшатырындағы бірлігіміздің маңыздылығын ашып берді. Түркі мемлекеттері ұйымының бақылаушы мүшесі болып табылатын Түркменстан қазір біздің отбасылық кеңсемізде. Осы сәтті пайдалана отырып біз бұл елді толыққанды мүше ретінде көргіміз келетінін тағы да атап өткім келеді, деді Режеп Тайып Ердоған. Біздің экономикалық және сауда байланыстарымыз бүгінде күн тәртібіндегі маңызды мәселеміз. Түркменстанда жұмыс істейтін компанияларымыз осы уақытқа дейін 50 миллиард доллардан астам мердігерлік жобаларды аяқтады. Біз мұны мақтан тұтамыз. Бұл саладағы ынтымақтастығымыз одан ары арта түседі деп үміттенеміз. Бүгін өткен Түркия-Түркменстан бизнес форумында біздің бизнесмендер мен тиісті мекемелер арасындағы өзара қарым-қатынасты дамытуға көмектесті
тілектесті. Өздеріңіз білетіндей, Түркия Түркменстанның тәуелсіздігін алғаш мойындаған ел. Түркия тәуелсіздік алған күннен бастап әрқашан түркмен бауырларының жанында болды және жанында болуды жалғастыра береді. Tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Мен президент мырзаға сапары үшін тағы да алғыс айтқым келеді. Біз қол қойған 13 шарттан Түркия мен Түркменстан арасындағы биліктің қай жерге жеткенін көреміз, әсіресе осы хаттамалар арқылы. Біз мұны келесі жоғары деңгейдегі стратегиялық кеңес отырыстарымен жүзеге асырамыз деп үміттенемін, деді Режеп Тайып Ердоған. Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов өз атымнан және Түркменстан халқының атынан санаулы күннен кейін тойланатын Түркия Республикасының ұлттық мерекесімен және Түркия Республикасының жарияланғанына 100 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын, деді. Бүгін Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен Түркия Республикасына ресми сапармен келіп жатырмыз. Екі жақты кездесуіміз достық пен өзара түсіністік жағдайында өтті. Біз елдеріміздің арасындағы екі жақты ынтымақтастықтың түрлі салаларына қатысты мәселелерді бағамдадық. Өте тиімді кездесулер өткенін ескертіп, Сердар Бердімұхамедұлы өз сөзін аяқтады. Екі ел басшылары өзара сыйлықтармен алмасты. Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған Сердар Бердімұхамедұлына Анадолы овчаркасының күшігін сыйға тартса, өз кезегінде Сердар Бердімұхамедұлы түркмен алабайын Режеп Тайып Ердоғанға сыйға тартты.